Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін жарықтың жүзсызықты таралу заңдарын есепте шығаратын боламыз. 28-ші жаттығу. Бірінші есеп. Жабық стадионның ойын алаңында жүрген спортшылардан 4 көлеңке түседі. Оны немен түсіндіруге болады дейді. Яғни жабық стадион болатын болса, стадионның 4 бұрышына мықты қуаты жағынан 4 прожектор қойылған. Соның нәтижесінде прожекторлар жарықты жүзсызықты таратады. Және стадионда ол прожекторлардан басқа мықты жарықты түсіретін құрылғы болмағандықтан спортшылардан 4 көлеңке түседі деп түсіндіруге болады. Екіншісі, бойы 1,8 метр адамның шуақты күндегі жерге түсетін көлеңкесінің ұзындығы 90 см, ал ағаштың көлеңкесі 10 метр. Сонда ағаштың биіктігі қандай дейді? Бұл есепті шығару үшін тақтамызды қосайық. Так, не дейді бізге? Адамның биіктігі берілген h 1,8 метр. Көлеңкесінің ұзындығы 90 см, ал ағаштың көлеңкесінің биіктігі ұзындығы 10 метр. Ағаштың биіктігін табу керек. Бұл есепті шығару үшін елестетіп көрейік, бір жарықты шуақты күн, күн түзу сызықты жарықты түсірді. Сонда біздің ағашымыз примерно ағашымыз болсын, осындай. Оның биіктігі бізде үлкен H әріппен белгіленсін. Сонда жақта бізде адам орналассын. Оның биіктігі бізде кіші H пен белгіленсін. Кіші H пен белгіленсін, жақта бізде нүкте болсын. Сонда бізде ағаштан бастап көлеңкеге дейін сонда үлкен L болады, ал адамның көлеңкесі кіші L болсын. Сонда бұл үш бұрыштар ережесімен шықса, сонда бізде болады қарапайым пропорция болады. Сонда үлкен H-тың L-ға қатынасы кіші H-тың L-ға қатынасына тең болады. Осыдан біз үлкен H-ты өрнектейтін болсақ, ол бізде ағаштың көлеңкесінің ұзындығы мен адамның биіктігі көбейтеміз и бөлеміз оның адамның көлеңкесінің ұзындығына. Сонда бізде 10 көбейтілген 1,8 бөлеміз 90 сантиметрге, сантиметр дегеніміз оның минус 2 метрға келтіруіміз керек. Сонда бізде 18-ді бөлеміз 90-ға, оның минус 2-сіне тең. Сонда оның минус 2-сі жоғарысына плюс болып барады, сонда 18 көбейтілген 100 болады. И оны бөлем 90-ға, сонда бөлетін болсам 20 метр болады. Келесі есеп. Үшінші есепте не дейді бізге? Үшінші есепте көше шамы 3 метр биіктікте бағанада ілініп тұр. Ұзындығы 1,2 метр болатын тігінен орналасқан таяқтан түскен көлеңкенің ұзындығы осы таяқтың ұзындығына тең. Сонда таяқ бағананың түбінде қандай қашықтықта орналасқан дейді. Так, оны бұл есепті шығару үшін біз нені қолданамыз? Так, бізге айтады. Бағананың биіктігі берілген. Сол бағанада бір шам орналасқан. Сонда H тең 3 метрге. Сол H-тан бізге түзу сызықты таратады жарықты. Таратты дейік. Сонда бізде неқта бір таяқша орналасқан. Оның түсінің көлеңкесі дейді 1,2 метр дейді. Биіктігі де сол нәрсеге тең, 1,2-ге тең. Сонда таяқ пен шамның орналасуының ұзындығы неге тең? Значит, дельта L-ді табу керек. Сонда менің формулам H бөлінген L қосылған дельта L бөлемін H бөлінген кіші L-ға. Бізде L деп отқамыз, L қосылған дельта L. Осы формуладан шығып тұр. Сонда менде енді осына формула өрнектейтін болсам, сонда L қосылған дельта L тең болады H көбейтілген L-ға бөлем кіші H-ға. Сонда осыдан менде дельта L дегенім H көбейтілген L бөлінген кіші H азайтамын L-дан. Сонда сандық мәндерін беретін болсам, сандық мәндерін неқа жазайын, сонда тең болады
3 көбейтілген 1,2 бөлем 1,2 азайтам 1,2-ден. Сонда 1,2 қысқарады. Сонда 3-тен азайтам 1,2-ні. Ол тең болады 1,8 метрге. Сонда ұзындығы 1,8 метр екен. Осымен есеп шығарымыз аяқталды. Сау болыңыздар.